Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Сымбат. Менің арама видеома қош келдіңіздер. Менде бүгінгі түсіретін видео менде влог, 2 күндік влог деп аталады. Бүгін бізде суббота, яғни сенбі, ал ертең бізде жексенбі, яғни воскресенье. Осы 2 күндік демалысымды түсіремін деп шештім. Себебі қалған 5 күн менде колледж, қолым босамайды, мүлдем үйтіп видео түсіретіндей деген сияқты. Сондықтан да осындай демалыстарда влог түсіре кететін боламын. Қазір осылай әдемілеп киініп алдық, өте тез макияж жасап алдым. Очень долго время мен душ жақпадым, себебі менде көзімде раздражение. Енді бүгін көреміз, ол раздражение кетті ма, білмеймін, короче. Вот, біз отбасымызбен қазір кешкі асқа барайын деп жатырмыз. Өте давно отбасымызбен бір жаққа шықпадық. Сондықтан да осылай барайын деп шештік. Жерде әдемі. Білесіздер ме, білмейсіздер ме, білмеймін. Короче, әдемі шашын вообще қысқалып кетті. Негізі оның шашы кішкене каре болған. Мынау вообще кареден де вообще қысқалып қалып, қараңыздар. Осылай өзі шашын қиып тастады. То есть парикмахерскийге барып, конечно. Короче, бізде бүгін мектепте наурыз болды, бірақ мен барған жоқпын, себебі үйге уборка жасадым. И потом я хотела снимать, как прошел мой уборочный день, но мен ойладым, дым қызық болмайды деп, сондықтан да түсірмедім. Но енді түсіріп тұрмын, себебі бүгін қызық болады деп ойладым. Және де далада бізде өте қатты ураган болды, қатты жаңбыр болды. Қазірдің өзінде дала осындай болып тұр. Я кішкене погода, маған бұндай погода ұнамайды, себебі өте салқын және өте көңіл күйсіз настроение болады ғой, сондай кездегі погода сияқты болып тұр. Және де шашым май осылай очки тағып әйтеуір көрсетпей қояйын деп. Себебі мен по-любому душқа түсетін едім, бірақ таңертең мен по-любому уборка жасадым. Если басымды жуып уборка жасайтын болсам, басым бәрібір май болып кетеді. Достар, мен өте андай биік не киіп алдым. Бізде далада, вот видите, короче, мына аяқ киім кидім да, бұл дейтін өте биік. Сондықтан да мен пальтомен вообще биік болып тұрмын. Достар, біз келдік. Мы сидим, пока что әлі заказымыз келген жоқ, енді заказ бердік. Енді заказ бердік. Пицца келді. Еще ягодный лимонад. Мынаның іші мынандай өте керемет. Так, біздің сет келді. Балық. Қиям, пенка мынандай болады. Қайсысын есіз? Мама, вот, я положила себе. Қайсысын есіз анай? Көрім тұрма, көрмей тұрма білмеймін. Қазір біз қайтып баратымыз, жаңа жерден момышылық алыратымыз. Просто қадырып жүру үшін деген сияқты, потому что әлі онша сағат түн болған жоқ деген сияқты. Сондықтан да уақытымыз бар. Қазір бара жатырмыз. Вот. Сол момышылық жаққа барып, қазір просто жүріп қайтамыз. Достар, қараңыздар, қандай күшті вид. Момышұлыға осы вид үшін келеміз. Қараңыздар, мынау шымбұлақ, бізде шымбұлақ
бұлақтың жарқыраған нелері, светтері тау көрініп жатыр. Мынау көктөбе, мынау ұзын тұрған. Көрдіңіздер ма? Қандай дәу, иә? Достар, біз қазір качеляда отырмыз. В общем, момшылдан жаңа күшті нелерді көріп алдық. Қазір әдемілер андай машинкаға отырды. Қайда вот әдемілер. Шықсын қараңдар. Ұры-ұрысы машинаға отырып алған. Былай жақта бір нәрселер ашылып жатыр әйтеуір. Негізі былай біз келгенде өте қап-қараңғы болған. Достар, біз жаңа момышылға барып, сосын қайтарда морожен жедік. Оны түсірме алмадым. Морожен жеп, қайттық, үйге келді. Төсегін салып, енді жатырмыз. Короче, мына үлкеймеді. Бұл ертең кетеді еще. Сондықтан бұл еще влог түсіреді, сондықтан көріп кетіңіздер. Мен міндетті түрде аккаунтын қалдырып кететін болған. Не үшін? Там кринжовое видео. Короче, ал мен ертең үйде болатын шығармын. Но бірақ или подругамен бір жаққа баратын шығарым деп ойлап Под тұрмын. домашним арестом. Ха-ха-ха-ха-ха. Когда меня қыдырам, ты будешь сидеть. Куда ты не пойдешь? Короче, достар, мынау камерам күшті болып кеткен онымен андай күшті түсіреді ярко. Ертең кездескенше, сондықтан да біртүрлі салмаңыз. И, кстати, мен макияжым кету керекпін, но мен әлі кетірмедім. Сәлем достар, қайырлы таң. Және де бізде сағат қазір 9:30 болып жатыр. Және де мен жаңа сағат 8:30-да тұрып, кішкене жатып, енді тұрып тамақ шайымды ішіп алдым таңғасымды ішіп алып, енді комнатамды жөндеп жатырмын. Бағана таң атпай әдемі уже кетіп қалдым. Қайыққа десеңіздер, короче, олар сыныптастарымен, класстастарымен, көшін бәрі жинап, бір ойнайтын жерге барады екен. Солай, короче. И мен қазір уже үйді жинап бастайтын боламын. Бүгін негізі бір жерге барғым келген, но бірақ мен подругаларымды басқа план шығып қалыпты. Сондықтан да бара алмаймын бүгін. Білмеймін, бірақ барым келіп тұрмын жаққа. Достар, негізі мына видеоны инстаграмға түсірген тұғынмын. Ютубқа түсірді мүлдем ұмытып кетіппін. Осылай полкамды жақсылап жинап алған болатынмын. Киімдердің барлығын орналастырып жинап алдым. Баршаңызға қайырлы кеш, достар, қалайсыңдар? Мен бүгін мүлдем дұрыс түсірген жоқпын, себебі бүгін қызық нәрселер болған жоқ. Бүгін үйде болдым, және де үйдің тірліктерін жасадым. Және де бүгін біз мама екеуміз жаңа если болатын болса чебурек жасаған болатынбыз. Ал қазір мен ваннаға түсініп жатырмын. Бүгін мен дұрыс түсірмедім, көрдіңіздер ғой, себебі бүгін мен үйде болдым, үйдің қызық болған жоқ. Мен қазір душқа түсініп жатырмын. Душқа жақсылап түсіп алып сөйтетін боламын. Ертең бізде уже колледж. Вот. Қазір мен душқа жуынып алатын боламын. Мұнша қызық нәрселер болған жоқ бүгін. Негізі бүгін бір жаққа барайын дегенмін, но бірақ болмады. Давайте до и после түсірейін. Это до. И после. Достар, мен болдым. Айна бізде осындай болып кетті. Бұл болып, сондықтан да қазір мен бұл айнаны жуатын болам. Және де осылай мен душтан шықтым.